Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында тез дайын болатын, оңай заттан дайындалатын салат жасайтын боламыз. Ең әуелі бізге қайнатылған қызылша, сосын жұмыртқаны қуырамыз, сосын картошканы қуырып аламыз. Оңай үш-ақ заттан дайындалатын ерекше дәмді, өте дәмді салат. Әуелі бізге жұмыртқаны жақсылап турап аламыз. Видеода қалай көрсетілген болса, солай жасаңыздар. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, және қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Осылай ұзынша саманша турап аласыздар. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің көргендеріңіз, қолдауларыңыз өте маған маңызды. Осылай төрт-бұрышты қылып бәрін турап аламыз. Тегіз болатын дайын салат. Енді бізге қызылшаны үткіштен өткізіп алыңыздар. Тек қана жұмыртқаны ғана қолдандым. Сосын қуырылған картошканы да саламыз. Енді қырғышпен қызылшаны өткізіп аламыз. Видео ұнаса, соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Майонез салып, шым-шым тұз салып, тұзды да көп салудың қажеті жоқ. Салып, араластырып жесеңіздер болады. Тез дайын болатын өте дәмді салат. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Үйде үш-ақ затта дайындалатын салат. Майонез салып, араластырамыз. Азғантай тұз салып жіберіңіздер. Көп салудың қажеті жоқ. Жақсылап араластырып, аламыз да майонезді бәр жеріне жағып. Қанша кететін, мен толық описаниеге жазып кететін боламын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Қонақ келген жағдайда осыны істесеңіздер, оңай, тез болатын дайын салат десек болады. Сосын әндеу үшін осындай пиалаға салып салсаңыздар да болады. Өте дәмді ерекше салат шығады. Енді істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмді, әдемі, бір жегеннен жеп қоятын, таусылатын, тез дайын болатын салат. Жан шеттерін тазалап, қонаққа ұсынсаңыздар болады. Үстіне майонезді осылай не қылсаңыздар болады, әрлесеңіздер де болады. Анау айтқан ресторандікідей шықпаса да, үй жағдайында болады. Ас болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше